Сауалым премьер-министрге жолданады. Құрметті әріптестер, көз алдымызға жүргізуші куәлігін алмаған, оқымаған адамның көлікке, рөлге отырған елестетсек. Жүргізуші жол ережесін білмейді, бағдаршам жоқ, жол жоқ, тіпті ереже де жоқ. Әрине, мұндай жағдайда апаттың болуы айдан анық. Бүгін мектеп оқушыларын жағдайды дәл осындай. Олар ChatGPT, Gemini сияқты жасанды интеллект құралдарын белсенді қолдануда, үй тапсырмасын орындайды, шығарма жазады, бірақ оларға бұл құралды қалай дұрыс, этикалық және тиімді қолдану керектігін ешкім өкінішке орай үйреткен жоқ, үйретіп жатқан да жоқ. Нәтижесінде көшіріп алу, үстірт ойлау, дайын жауаптарға тәуелділік. Біз көлікке тыйым салмаймыз ғой. Керісінше жүргізуді үйретеміз, жол ережесін оқытамыз, емтихан тапсырады, бағдаршаммен белгілері бар. Міне жасанды интеллект бойынша да дәл осындай саясат болу керек деп санаймыз. Қазір дамыған елдер жасанды интеллектті оқытуды мектеп бағдарламасына кіргізуде. Мысалы Қытай. Пекин мектептерінде жасанды интеллект бойынша сабақтар жылына кемінде 8 сағат көлемінде оқытылады. Бұл пән міндетті болып есептеледі. Эстония, Европалық үздік білім беру жүйесі. 2024 жылдан бастап оқушылары ChatGPT-ді қолданып, мұғалімдер арнайы курстардан өткізілді. ақш-та ең алпауыт, ең инновациялық компаниялардың 250-ден астам басшысы ашық хатқа қол қойып, жасанды интеллектті мектеп бағдарламасына енгізуді талап етуде. Ал бізде ше? Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жасанды интеллектінің дамуына баса назар аударып, елде өте үлкен ауқымды жұмыс жасалуда. Депутаттар міне бүгін арнайы заң дайындап, оны жаңа ғана мақұлдадық. Бірақ ChatGPT сияқты жүйелердің шыққанына 2 жылдан көп уақыт өтсе де, біздің мектептерде жүйеге қатысты жүйелі оқыту, әдістеме, бағдарлама әлі де жоқ. Ашығын айтсақ, балалар бұл технологиялар баяғыдан қолданып жүр, үй тапсырмаларын ChatGPT-мен орындап, оны шпаргалка ретінде қолдануда. Ең өкініштісі, біз оларға оны дұрыс, этикалық және адал түрде пайдалануға үйретпедік. Нәтижесі қандай? Сауатсыздық, дайын жауаптарға тәуелділік, көшіріп жазу, сыни ойлау мен анализ дағдыларына үлкен нұқсан келтірілуде. Мұғалімдер де бүгін толық дайын емес, нақты бағыт бағдар жоқ, жүйені пайдалану, бағалау сияқты да ештеңе қалыптаспаған. Сондықтан мыналарды ұсынамыз. Бірінші, жүйеге қатысты ұлттық білім беру саясатын қалыптастыру, жасанды интеллектті білімге қалай, не үшін және қандай деңгейде енгізілу керек, соны анықтайтын нақты тұжырымдамалық құжат керек. Екінші, жүйені білім мен ғылымда қолдану саясатын әзірлеуіміз керек. Үшінші, мектеп бағдарламасына, университеттерге жиі енгізу бойынша жол картасын бекіту керек. Төртінші, оқыту бағдарламаларына жасанды интеллект бойынша модульдарын енгізіп, этика, сыни ойлау және ақпараттық гигиена сабақтарына көбірек көңіл бөлуіміз керек. Бесінші, мұғалімдерді арнайы даярлықтан өткізу. Алтыншы, жұмыстарды бағалауға қатысты регламент жасау, академиялық адалдық талаптарын жаңарту. Білім саласына жиі бойынша бір республикалық мекеменің негізінде ұлттық әдістемелік орталық құру. Сегізінші, Аманат партиясының арнайы жобасы шеңберінде ата-аналарға, оқушыларға, мұғалімдерге ашық онлайн курс дайындап, тиісті іс-шаралар өткізу. McKinsey мәліметі бойынша 2030 жылға қарай қызметкерлердің 70% өз жұмысында жасанды интеллект құралдарын күнделікті қолданатын болады. Жиымен жұмыс істей алмайтындардың орнын оны меңгергендер басады. Егер біз жедел шаралар қабылдамасақ, технологиялық көштен қалып, балаларымыз бәсекеге қабілетсіз болатыны анық. Оқушыларды жасанды интеллектіні пассивті тұтынушы емес, оны сауатты, тиімді, дұрыс, этикалық қолданушы етіп тәрбиелеуіміз керек деп санаймыз. Құрметтен Асхат Аймағамбетов.